Украиналық «Хочу жить» деген жоба, «Хочу жить» деген проект бар Украинада. Солар Украинада Ресейдің жағында соғысып жүрген 661 адамның тізімін жариялады. Иә, бұл ақпараттың рас өтірігін тексеру керек, бірақ бізде жасырын емес қой, біздің азаматтар ол жақта соғысып жүрген. Мәжбүрлі де барып жатыр. Иә, мәжбүрлеп те барып жатыр. Бұл жалпы дабыл қағатын жағдай деп ойламайсыз ба? Өйткені 661 деген өте көп қой. Қалай ойлайсыз? Бұл жерде енді біз ұлттық нышанына да қарауымыз керек. Бәлкім мен Ресейді қорғаймын деп бара жатқан сол ұлттың өкілдері бар шығар, өз пейілдерімен бара жатқан. Сондықтан оны қарауымыз керек, ол 600 адамға дабыл. Сосын жаңағы мәжбүрлі түрде барып жатқан соғысқа жөнелтілген адамдар бар деген ақпарат бар бізде. Жалғыз мен емес, бүкіл депутаттар хабардар. Ресейге барып, мысалы, жүк көлігін айдап барып, сол жақтан қалтасына бірдеңе салып жібереді, қамап тастаймыз деп қорқытып соғысқа жіберіп жатыр деген ақпарат бар. Бұл жерде сыртқы істер министрлігі үлкен жұмыс жасау керек. Жалпы қалай ойлайсыз, заңмен тыйым салынса да, қазақстандықтардың басқа елге барып соғысқа қатысуы нені білдіреді, неден кемшілік кетті? Заңның орындалуы біз үнемі айтып жүретін. Бізде жемқорлықта заңмен тыйым салынған, ал қайда тоқтаған. Сондай ғой. Сұрақ қоюға бола ма? В 2023 году их завербовали, и они воюют. Это украинская сторона опубликовала этот список. Проект «Хочу жить». Миротворец или вообще в целом? Это проект украинский, который Украина қорғаныс министрлігіне По законам Казахстана им грозит уголовное преследование по возвращению на родину, или если они где-то будут задержаны, то они будут осуждены по статье наемничества. Наше законодательство однозначно запрещает участие в каких-либо конфликтах, не санкционированных государством, не санкционированных ООН и так далее мероприятия. Там вопрос в том, что были 3 способа, как их вербовали. Получается, на протяжении нескольких лет никто этих людей не привлекал, кто вербовал наших граждан. Мы знаем, есть варианты, да, люди уезжают якобы на работы в соседних регионах там, и так далее. Но этим надо КНБ заниматься. У нас уже прецеденты есть. Буквально по всему северному Казахстану, в Алматы, есть случаи, когда и с той стороны, и с этой стороны участвовали люди, за это они будут нести ответственность. Получается, наше КНБ, оно не способно, да, на данный момент? Нет, ну понимаете, мы же, КНБ же у нас, для того, чтобы каждого человека контролировать, у КНБ численность должна быть, ну, может быть, 1 миллион человек, да, и рядом с каждым ходить. Вот ты перешел границу Казахстана, ну как КНБ тебя может достать? Нет, просто, допустим, у нас активисты выходят и начинают что-то говорить. Нет, у нас случаи были, когда у нас, смотрите, нет, извините, я поехал в Москву. Вы хотите, чтобы каждый гражданин Казахстана сопровождался представителем КНБ? Вы первые взводите от этого. Поэтому это невозможно просто. 661 деген енді аз сан емес қой. Аз емес енді, бірақ ең бастысы олар енді қазір өздері таңдау жасау керек. Или сол жақта қалады азамат болып, Қазақстанға оралмайтындай болып. Өйткені оның өте ауыр қылмыс болып есептеледі. Енді өзіңіз айтып тұрсыз ғой, заңмен бұл негізі тыйым салынған ғой, бірақ осыған қарамай қазақстандықтардың өзге елдің... Кешіріңіз, Сирияға да 500 адам кетіп қалған болатын. Иә, қайтаратын қайтарды, отбасымен кетіп қалғандар болды, басқалар кетіп қалған болды. Бірақ енді айтып отырмын ғой, біздің ұлттық қауіпсіздік комитетінің құзыры кейбір жұрттар айтқандай керемет емес. Оның саны шектеулі, 2-3 мың адамның айналасы, елдегі мәселелерді, елдегі қауіпсіздікті, елдегі экстремизм, терроризмді бұғаттаса әзірге жетіп жатыр. Бірақ ана азаматтар ойлану керек, және оларды сабақ ретінде де көрсету керек. «Хочу жить» деген жоба. Қандай? Украинадағы «Хочу жить» деген жоба. Қандай? Жоба. Өмір сүргім келеді деген жоба. Украинада соғысып жүрген қазақстандықтардың тізімін жариялады. Оның ішінде 600-ден астам азамат бар. Бұл не туралы, қандай жүйе? Украинадағы өмір сүргім келеді деген жоба бар. Сол Украинада соғысып жүрген қазақстандықтардың тізімін жариялады. Ішінде, орыс әскерінің ішінде 600-ден астам Қазақстан азаматы бар дейді. Бұл дабыл қағатын жағдай емес пе сізіңше? Біздің азаматтарымыз сол жақта соғысып жүргені. Тексерілмеген ақпарат көп. Жаңа мен бостан-босқа интернеттегі алаяқтық туралы мәселе көтерген жоқпын. Көп қазір жүйеде, ақпараттық жүйеде бізде проблемалар бар. Өкінішке орай жалған ақпарат тарату. Соның ішінде рәсімделген жаңағы приложениялар, әртүрлі жобалар іске асып жатыр. Мен оған көрмегесімен сене алмаймын. Бұған дейін көп айтылған біздің азаматтардың соғысып жатқаны. Кез келген ақпаратты тексерілген жаңағы негізделген ақпараттарды алып соны сіз бұны бір проблема көріп тұрған жоқсыз ғой? Мен тек қана
ол қай Қазақстан азаматы? Оны ресми түрде ішкі істер министрлігі, сыртқы істер министрлігі бірге қарау керек. Ол жоқ көзбен көрмеген бір жоба, бір сайтта жалпы бізде заңмен қаралмаған, ол заңмен шектелген. Қай жағынан болса да заңсыз басқа қаралуы әскерге қатысуына Қазақстан азаматтары. Қазақстан азаматтары қай мемлекеттерге, шет мемлекеттерге заңсыз әскери күштеріне қатысуына болмайды. Қазақстан әлеуметтік желісінде Ресейдің осы РСН азаматтарын, Қазақстан азаматтарын соғысқа шақырып жатқан жарнамалар оған неге шектеу қойдыңыздар? Барлық жағынан шектеулі, және ондай жарнамалар заңсыз болып табылады, және ондай жарнамаларды біз бостан-босқа цифрлық министрге айтып отқан жоқпыз. Кез келген жарнамалар, заңсыз жарнамалар, ол шектелу керек және алып тастау керек. Ол 661 қазақстандық азаматтың орыс әскерінің шегінде соғысқа немесе соғысып жүр деген ақпарат жариялады. Ол дерекке сенетін болсақ, 78 қазақстандық опат болған екен. Жалпы біздің Қазақстанда өзге елдің елде болып жатқан соғысқа қатысуға тыйым салынған ғой заңмен. Десе де осындай тыйым бола тұра қазақстандық азаматтардың соғысқа баруына не түрткі болды деп ойлайсыз, және бұл қай жерден кеткен қателік деп ойлайсыз? Енді азаматтардың өздерінің бір таңдауы бар шығар. Біріншіден, менде ондай ақпарат жоқ. Ол ресми ақпарат болған, тексеріп қарау керек. Екіншіден, Қазақстанның кез келген азаматы Қазақстаннан басқа өзге мемлекетте соғысқа қатысатын болса, ол міндетті түрде Қазақстанда қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Біз олардың ешқайсысын аямаймыз. Басқа мемлекеттердің соғысына, басқа мемлекеттердің арасындағы кикілжіңге біздің еліміздің азаматтарының қатысуына ешқандай құқығы жоқ. Ол құқығы болатын, орындайтын болса, оларға міндетті түрде шектеу, қылмыстық іс қозғалып шектеу қойылатын болады. Ал енді жаңағындай азаматтар егерде расында да анықталатын болса, оны көру керек. Ол қандай азаматтар, қандай бағытта. Енді біз шектеу қоя алмаймыз ғой. Кез келген азамат Ресейге де, Украинаға да, Америка құрама штаттарына, Қытайға да баруға құқылы. Оның конституциялық құқығы. Бірақ барғаннан кейін бізде енді түсінік бар ғой. Кез келген заңды білмеу жауапкершіліктен босатылмайды деген. Сол себептен олардың барлығын міндетті түрде қылмыстық іс қозғалып, олардың бәрі жауапқа тартылуы тиіс. Бұл бір ресейшіл пропаганданың әсері емес. Енді әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Енді әрине екі мемлекет арасындағы осындай бір кикілжің жағдай кез келген бір пропаганданың, болмаса бір идеологиялық бір күрестің болып жатқанымыз барлығымыз байқап отырмыз. Енді мүмкін сондай бір жұмысқа әрекеттерде болуы мүмкін. Біз одақтас елміз, ортақ біздің андай шекарамыз ортақ, сондықтан біз бір елден екінші елге өту ешқандай қиыншылық тудырмайды. Сондықтан біздегі тұратын Ресей азаматтары да өте көп, Қазақстанның азаматтары да Ресейде тұрады, сондықтан біз оларға былай әрқайсысын ұстап шеп қою мүмкін емес. Ал нақты бұл ситуацияны алатын болсақ, бұл енді қылмыстық кодекспен көрсетілген жазасы бар. Сондықтан оған мемлекет тарапынан жол берілмейді. Кейіннен бұл азаматтар нақты белгіленгеннен кейін олар енді тиісті процедурадан өтіп, сол қылмыстық жазаға тартылуы мүмкін. Бірақ мен енді бұл ситуация бойынша нақты азаматтың қандай өмірлік жағдайы бойынша айта алмаймын. Әр адам өзінің бір ішкі пейілмен, оймен барады. Сондықтан оған жауап бере алмаймын. Қандай Өзге елдегі болып жатқан соғысқа қазақстандық азаматтардың баруы дабыл қағатын қауіп-қатерді көрсетеді. Енді өкінішке орай ондай жағдайлар болып отыр, бірақ тек қана қазақстандық азаматтар емес, дүние жүзінен енді көріп жүрміз. Солтүстік Кореядан келіп жатыр, Африкадан келіп жатыр азаматтар. Енді азаматтар бір ақша табу үшін жан-жақты бүкіл ел аралап жүр. Тек қана біздің қазақстандық азаматтар емес, тіпті біздің қазақстандықтар аз деп айтуға болады басқа елмен салыстырғанда. Сондықтан енді әрине өкінішті жағдай. Қазақстанда бір өте жақсы жұмыс болып жатып, талпынып істеп жатса болады. Бірақ көп азаматтар, менің ойымша, сіздің осы тізімдегі азаматтар, олар сол Ресей Федерациясында, Ресей Федерациясында тұратын қазақстандықтар деп ойлаймын. Бізден келіп барып жатқандар емес, сол жақта тұрғылықты тұрып жатқан азаматтар деп ойлаймын. Әлеуметтік Украинаның жобасында, мысалы, Украинада соғысып жүрген қазақстандықтардың тізімі шықты, сол украиналық проекті. Мына жаққа бізге түсіруге болмайды, нәрсе тұра берейікші.
Украинада қазақстандықтар, Украинада соғысып жүрген қазақстандықтардың тізімі жарияланды. Енді оның ішінде 661 адам бар екен. Енді бәрі Ресей жағында. 661 адам өте көп қой, мысалы бір дабыл қағатын жағдай деп ойламайсыз ба сіздіңше? Қалай ойлайсыз? Ол жағын білмедім енді. Ештеңе айта алмаймын. Қазақстан азаматтары ма? Қазақстан азаматтары, иә. Ал енді жалпы жалпы мынау наемничество үшін басқа жаққа кетіп баратырмын. Мен жемеңізші, бермей-ақ қойыңыз. Жарай ма? жоқ, енді сіздің бір ауыз жауап. Қаққанда бұл жерде азаматтық тұрғыда дабыл қағуға болады. Бұлай агрессиялық соғысқа Ресейдің жағында осынша қазақстандық соғысып жүргені жөнінде жеке азамат ретінде бір алаңдаушылық тудыруға болады. Жоқ, билік назар аудармау керек па? Билік қалай назар аударуы мүмкін? Мен білмеймін, ол жеке өздерінің бастамасымен беріп жатқан азаматтар, билік олар жіберіп жатқан жоқ шығар. Сондықтан билік әрине өз тарапынан заң негізінде, басқа да бір құқықтық нормалардың негізінде әрине реакция жасау керек. Егер де олар, менің ойымша, егер олар Қазақстанға қайтып жататын болса, онда олар міндетті түрде заңға тартылады, олар сотталады. Жақсы.